Ассалаумағалейкум қазақ бауырым. Бүгін мен саған интернет арқылы қалтаңнан ешқандай да ақша шығармай телефонмен тұрақты түрде ақша тауып отыруға болатын сайттар көрсеткім келіп отыр. Егер де саған қызық болса, видеоны өткізбей соңына дейін мұқият қарап шығуыңды сұраймын. Сосын осы видеоны қарап болғаннан кейін көрсеткен сайттарым саған ұнаған болса, осы видеоға лайк басып, комментарий жазып, видеоны достарыңмен таратып бөлісіп отыр. Сонымен бүгінгі видеомызды бастайтын ең бірінші сайтымыз Satoshi Monster деп аталады. Бұл сайт арқылы тегін Satoshi табуымызға болады. Яғни биткоиннің тиындарын табуымызға болады. Сосын дәл қазір көрсетейін деп отырған сайттарымның ссылкаларын мен осы видеоның астына, сосын осы видеоның ең бірінші комментарийінде қалдырамын. Сосын жақында мен Satoshi Hero деген сайт туралы видео түсірдім. Satoshi Hero мен Satoshi Monster'дың иесі бір адам. Яғни Satoshi Hero'ға тіркелген болсаң, Satoshi Monster'ға тіркелудің қажеті жоқ. Satoshi Hero'дағы данныйларыңды жазып, Satoshi Monster'ға кіріп, тегін криптовалюта табуыңа болады. Енді бұл сайт арқылы криптовалюта табу үшін мына жерде крутить сейчас деген кнопканың үстінен басасың. Қазір менде бұл кнопка жұмыс жасамайды, себебі мен бұл сайт арқылы уже тегін сатошиым таптым. Бұл сайтқа жарты сағат сайын кіріп, мына жердегі крутить сейчас деген кнопканың үстінен басатын болсаң, 3 сатоши мен 250 мың сатоши аралығында тегін сатоши табуыңа болады. Бұл жағы түсінікті. Енді бұл сайт арқылы көбірек сатоши тапқың келетін болса, бұл жерде ойындар ойнауыңа болады. Бұл жерде Androidқа арналған ойындар бар, сосын iOSқа арналған ойындар бар. Мысалы үшін мына жерде көріп отырғаныңдай Mafia City деген ойынды ойнайтын болсаң, iPhoneға арналған ойын, 40.950 сатоши табуыңа болады. Түсінгеніңдей, бұл жерде ойын ойнап та тегін сатоши табуыңа болады. Сосын бұл жерде опростар бар, опростардан өтіп сатоши табуыңа болады. Бұл сайт арқылы криптовалюта табу жағы түсінікті. Енді бұл сайт арқылы тапқан криптовалютаңды 10 мың сатоши болған кезде Faucet Pay деген крипто кошелекке шығарып алуыңа болады. Егер де сен Faucet Pay туралы білмейтін болсаң, мен Faucet Pay туралы видео түсірдім. Егер де ол видеоны көрмеген болсаң, ол видеоның ссылкасын мен осы видеоның астына қалдырам. Сосын бұл сайттың реферальный программасы бар, яғни бұл сайтқа адамдар шақырып ақша табуыңа болады, яғни криптовалютамен ақша табуыңа болады. Бұл сайт реферальный программасы бойынша 50% төлейді. Енді бұл сайтқа рефералдарды қалай шақыруымызға болады, яғни адамдарды қалай шақыруымызға болады. Бұл сайтқа адамдарды YouTube арқылы шақырғаның жақсы, яғни мына сайт туралы YouTubeқа видео түсіресің. Егер де YouTubeқа видео түсіріп білмейтін болсаң, YouTube'та неше түрлі видео уроктар бар. Сол видео уроктарды қарайсың, видео түсіру жағын үйреніп аласың. YouTubeқа видео түсіргеннен кейін YouTube'тан канал ашып, YouTube каналыңа салып, мына сайттағы реферальный ссылкаңды видеоңның астына немесе видеоңның ең бірінші комментарийына қалдырасың. Сенің YouTubeқа салған видеоңда адамдар қарайды, біреулер тіркеледі, біреулер тіркелмейді, біреулер криптовалюта табады, біреулер таппайды. Яғни сен сол арқылы криптовалюта табу жағын кішкене көбейтуіңе болады. Яғни мына сайт арқылы сәлде болса көбірек криптовалюта табуыңа болады. Сонымен келесі проектіміз Telegram бот, яғни ақша табуға болатын Telegram бот. Бұл бот арқылы Telegram каналдарға, Telegram группаларға, Telegram боттарға жазылу арқылы ақша табуымызға болады. Бұл бот өзінің қолданушыларына уже 14.021 рубль ақша төлеген. Яғни бот ақша төлеп тұрған бот. Сосын бұл боттың жұмыс жасап тұрғанына 147 күн уақыт болған. Бұл бот арқылы ақша табу үшін старт деген кнопканың үстінен басасың, содан кейін мына жерде заработать деген кнопканың үстінен басасың. Бұл жердегі тапсырмалар өте оп-оңай. Сосын бұл ботқа дәл қазір кіріп ақша табатын болсаң 68 рубль 32 копейка табуыңа болады. Енді бұл жерде ақша табуды бастау үшін ең бірінші мына жерде получить бонус деген кнопканың үстінен басасың, яғни бұл ботқа күнделікті кіріп 6 копейка бонус алып отыруыңа болады екен.
Бонус алу үшін ең бірінші Telegram каналына жазыламыз екен. Присоединиться дегенді басамыз, убрать звук дегенді басамыз, ботқа қайтып келеміз, заработать дегенді қайтадан басамыз, қайтадан получить бонус, бонус выплачен дейді. Яғни бонусымызды алдық. Заработать дегенді қайтадан басамыз, подписаться на канал, бот мынандай смс жібереді, перейти на каналу деген кнопканың үстінен басасың, Telegram канал ашылады, Telegram каналға жазыласың, мына ботқа қайтып келесің, проверить подписку дегенді басасың. Яғни Telegram каналдарға жазылу арқылы осылай ақша табуға болады. Бұл жерде сосын Telegram каналдардағы посттарды қарау арқылы ақша табуға болады. Ол үшін смотреть посты дегеннің үстінен басасың, мына боттың Telegram каналына жібереді. Бұл Telegram каналдан мынандай посттар тауып аласың. Для начисления нажмите на кнопку деген. Астында мынандай кнопкасы бар. Сол кнопканың үстінен басамыз. Көріп отырғандай міне мынандай сообщение шықты. Вам начислено 0,2 рубль за просмотр сообщения. Яғни жаңағы кнопканың үстінен басқанымыз үшін біздерге 2 копейка ақша төледі. Жоғары қарай көтеріліп, жаңағындай посттарды тауып алып, астындағы кнопканың үстінен басып отырасың. Түсінгеніңдей, бұл жерде осылай ақша табуға болады. Сосын бұл жерде басқа да тапсырмалар бар, яғни задание плюс R деген. Бұл жердегі тапсырмаларды өзің қарап көруіңе болады. Енді ақша шығару жағы. Ақша шығару үшін мой кабинет дегеннің үстінен басасың, вывести дегеннің үстінен басасың. Минималкасы 15 рубль. Ақшаңды Киwiге PR-ге төлейді. Ақша шығару жағы түсінікті. Енді бұл ботқа рефералдар шақыруға болады, яғни адамдар шақыруға болады. Реферальный программасы бойынша бірінші уровендегі рефералдар үшін 15% төлейді, екінші уровендегі рефералдар үшін 5% ақша төлейді. Реферальный ссылкаңды мына жерден аласың. Сонымен бүгінгі ең соңғы проектім тағы да Telegram бот. Бұл бот арқылы Matic деген криптовалюта табуымызға болады. Бұл реферальный бот, яғни бұл ботқа адам шақыру арқылы ақша табуға болады. Бұл бот арқылы криптовалюта табу үшін ең бірінші бұл ботқа кіресің, капчадан өтесің, сосын бұл боттың Telegram каналдарына жазыласың. Содан кейін бұл ботқа адамдар шақыру үшін мына жерде меню деген кнопканың үстінен басасың, мои рефералы дегеннің үстінен басасың, реферальный ссылкаңды аласың, реферальный ссылкаңды таратасың. Бұл ботқа бір адам шақырғаның үшін 0,1 матик төлейді, минималкасы 0,5 матик. Яғни түсінгеніңдей бұл ботқа 4-5 адам шақырып, мына бот арқылы тапқан криптовалютаңды шығарып алуға болады. Бұл бот тексерілген бот. Мен өз басым бұл бот арқылы тапқан криптовалютамды 3 рет шығарып алдым. Криптовалютамды Trust Wallet-тегі Polygon Matic адресіме шығарып алдым. Сосын бұл боттың airdropы қашан бітетіні белгісіз. Егерде бұл боттың жасап отырған airdropына қатыспай жүрген болсаң, бұл боттың airdropына қатысып, бұл ботқа адамдар шақырып, ақша тауып үлгергенің жақсы. Сонымен бүгінгі көрсеткім келген сайттарым жаңағы сайттар. Сосын айтпақшы, Телеграмда менің мынандай каналым бар, қазақша онлайн бизнес деген. Егерде Телеграм каналыма жазылмаған болсаң, міндетті түрде Телеграм каналыма жазыл. Себебі мен интернет арқылы ақша табуға болатын новый сайттар шығып жатса, новый Телеграм боттар шығып жатса, ең бірінші Телеграм каналыма салып отыратын болам. Сосын өзімнің выплаталарымды скриншот жасап шығарып отыратын болам. Яғни қандай Telegram бот арқылы ақша шығардым, қандай сайт арқылы ақша шығардым, солардың барлығын көрсетіп отыратын болам. Жаңағы айтқанымдай Telegram каналыма жазылмаған болсаң, міндетті түрде Telegram каналыма жазылып, уведомлениені қосып қой. Telegram каналымның ссылкасы осы видеоның астында.